Біріне ассалаумағалейкум. Бүгін біздің каналда кезекті выпуск. Бүгін біздің негізгі тақырыбымыз қалай тез байимыз. Тез баю деген бәріне қызық тақырып деп ойлаймын. Себебі жақында ғана бізге жақсы жаңалық шықты. Ол бізде мистер Бист, яғни блогер, ютубер, яғни инстаграмда контент жүргізетін адам ең жас self-made миллиардерға атанды. Яғни ол деген не? Ешқандай адам оған инвестиция берген жоқ, ешқандай оның ата-анасы бай емес. Яғни тек қана өзінің күшімен, еңбегімен миллиардер атану. Ол деген өте үлкен жетістік, себебі бұл деген біріншіден айтқанда мыңнан, миллионнан бір адамның қолынан ғана келетін дүние. Бұл кезде біз қалай ол соған жетті деген ойға келуіміз мүмкін. Қалай біз де тез байып кетеміз деген ойға келуіміз мүмкін. Осы кезде мәселеге жалпы кез келген заманда каждый бай адам қолданған белгілі бір инструменттің бар екенін білемін. Осы инструментті мен жақыннан зерттеген болатынмын, осы бойынша сіздермен бөлісетін боламын. Бұл видео сіздерге өте пайдалы болады деген ойдамын. Себебі осы видеоны көргеннен кейін сіз нақты қандай әрекеттерді жасау арқылы сізде табысыңызды бірден өсіре аласыз, соны бірден түсініп аласыз. Жалпы бұрынғы заманда қандай адамдар бай болған? Именно кімнің жері көп адамдар бай болып табылатын. Өйткені олар феодал деп аталатын. Феодал деген өзінің жерін егіншілерге, жалпы малмен айналысатын адамдарға арендаға берген, сол арқылы ақша тапқан болатын. Қазіргі заманда ойлап қарасақ, осы 1900 жылдары феодал адамдардың уже ықпалы төмендей бастады. Неге? Өйткені заманда жаңа бір рычаг пайда болды. Рычаг деген сіз как будто бір кнопканы басасыз, осы арқылы сіз резко көп ақша тауып кетесіз. Сол кезде бізде основной рычаг деген ол бізде завод болатын. Яғни кім завод салды, сол адамдар постоянно көп ақша табатын. Себебі бір ғана жерде бір адам, яғни белгілі бір машинаны құрағанның орнына завод салған кезде бір уақыттың ішінде 10, 20, 30, 40, даже 100 машина құра алатындай деңгейге жетті. Осы системаны қолданған Генри Форд ол бізде өте атақты, ең мықты миллиардер адамның бірі болып атанған болатын. Сол себепті осы 1900 жылдардағы рычаг ол бізде завод. Одан кейін 1950 жыл келді. Уже заводтар көбі салды, бәрі дамыды, байды. Осы кезде заманға жаңа рычаг керек болатын. Өйткені завод салатын адамдар ондай тез байыған жоқ. Уже конкуренция болды, барлығы жақсы дамыған кез болды. Осы кезде жаңа рычаг ол бізде акция болатын. Яғни кім акция сатып алды? Ол адамдар тез байыды. Ол деген Уоррен Баффеттің заманы. Осы кезде байқап қарасақ, яғни акцияны бір адам ғана иеленбейді. Ол акцияны көп адамдар бөліп сайтта, барлығы сол компания сатып алған арқасында компания тез дамиды. Осы арқылы адамдар да байыған болатын. Сол себепті айтқым келеді, 1950 жылдың рычагы ол бізде акция болатын. Потом бізде 2000 жыл келді. 2000 жыл деген ол бізде эра доткомов деп аталады. Дотком деген интернет шыққан заман. Интернет шыққан заманда не болды? Барлық адамдар осы және Facebook, Instagram, Twitter деген сияқты әртүрлі, бір сөзбен айтқанда біз бір хатты бір адам ғана жеткізе алатын болсақ, барлық адамға жеткізуге болатын тез байланысу құралын ойлап тапқан болатын. Ол бізде Facebook. Осы арқылы сол заманның ең бай адамдары ол бізде осы дотком жасау арқылы байыған. Потом бізде қазіргі заманда уже біз мысалы Facebook, Instagram ашсақ, одан мысалы смысл жоқ. Завод ашсақ смысл жоқ. Даже біз жаңа акция алсақ та біз тез бай кетпейміз. Біздің байитын тек қана бір жолымыз осы мистер Бист қолданған, ол бізде контент. Неге контент? Контент деген любой ауылда тұрған мұғалімнің өзі просто алып өзінің контент жасап бастауы мүмкін. Өйткені ол өзінің оқушысына 20 адам айтатын болса, дәл сол контент Инстаграмға салу арқылы ол деген Қазақстанның 20 миллион, Қырғызстанның, жалпы СНГ-ның аудиториясына шыға алады. Бір сөзбен айтқанда өзінің ойын, өзінің түрін, бір адамға емес, уже 1000 миллион адамға көрсете алады. Егер де оның түрін 1000 миллион адам білетін болса, скорее всего, ол жақта қызығатын, осы салаға мысалы математика мұғалімі болса, математикадан білім алғысы келетін адамдар оған қызығуы мүмкін. Осы арқылы қызығып келіп, ол адамдар оны таңдайды, ақша төлейді, бір сөзбен айтқанда адам байиды. Сол себепті қазіргі заманда тез баюдың негізгі фишкасы ол бізде контент. Өйткені контенттің болатын болса, сен дәл осы әрекет жасап жүрген әрекеттеріңді одан да көбірек адам көрсетесің, одан да көбірек адам көрсету арқылы сенің табысың бірден ұлғаяды. Осы себепті мистер Бист, яғни заслуженно қазіргі замандағы ең жас self-made миллиардерға атанды. Осы жаңалық мен үшін өте қуанышты, себебі мен өзімде контент жасаймын, YouTube жүргіземін, Instagram жүргіземін, оның барлығы маған реально алдағы уақытта баюға, үлкен деңгейге шығуға реально көмектеседі. Егер де сіз де өзіңіз контент жасап бастағыңыз келетін болса, менің каналымда контент бойынша сабақ бар. Осы сабақты көріп арқылы нақты қалай контент жасау керек, неден бастау керек, соны бірден біліп қолдана аласыз. Егер де видео ұнаған болатын болса, төменге өз ойыңызды, пікіріңізді жазып кетіңіз, мен бұның бәрін оқимын. Жалпы қалай одан басқа тез баюға болады. Баюдың ең басты жолы ол нарыққа керек нәрсені жасау. Нарыққа не керек? Ол бізде контент пен личный бренд қажет болып табылады. Обязательно осы видеоны досыңызға жіберіп қойыңыз, досыңызбен бірге байып кетіңіз.